Сәлем достар, және бүгін сіздер Асыл Сәттілік каналындасыздар. Және де бүгінгі менің видеомда описаниеден көрініп тұрғандай, бүгін менің үйімде уборка болатын болады. Ол жерде, ол видео менде көпке ұзақ болатын болады. Поэтому ол қызық болатын болады. Менің сарайлыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді мен видеомды бастаймын. Кеттік. Біз қазір мына жақты жасайтын боламыз. Осы жерде біз осы терезенің алдарының шамдарын сүртіп алатын боламыз, потому что ол жақ не болып қалады, шам болып қалады. И сосын біз қазір келесі комнатаға барып, ол жердің айналарын сүртетін боламыз. Осындай жерлерді жасайтын боламыз, потому что бұл жерлерде тоже шам болады. Посмотрите, осы жерлерінен жасап шығатын боламыз тоже. Осылай. Қолын даже, осындай жерлерін тоже. Енді аяқта тоже. Енді мынаяқтағы есіктердің осындай жерлері бар, ол жерлерде шам болып қалады, поэтому осы жерлерді. И осындай жерлер тоже. Қараңыздар, қатты шам болып қалған, поэтому тоже осы жерлерді жасау керекпіз. Қараңыздар, шаң шықты. Қандай шаң шықты? Вот. Мәссаған достар, нақты көріп тұрғандарыңыздай, мынау шашылып тұр, мынау. Осыны қойып қоямыз осылайынан. Ой, блин. Қойып қойдық. Енді қазір мынаны алып пилесос ұстайтын боламыз. Мен қазір 2х-қа қойып қоям, сол кезде процесс жүреді. Кеттік. Қараңыздар, еще болың түрін роботқа ұқсайды. Қараңыздар, роботқа қатты ұқсайды. Мынау екі көзі сияқты, ал анау картчар деп жазылып тұрғаны бұл аузы сияқты болып тұрады. Мен өзіме сөйтіп кажется. Кеттік, тоққа қарай барайық. Мынаяқтағы тоқ бар. Достар, уже болдым. Істеп, пилесос ұстап. Енді мен қазір өзімнің киімдерінің бәрін жинайтын болам. Менің киімдерім деген өте көп, даже екі шкафқа да сыймайды ғой. 3 шкаф керек маған. Короче, менің үшеуінен всегда шашылып жатады, потому что мен зат таба алмай қалсам, мысалға, мен далаға шығып бара жатсам, зат таба алмай қалсам, мен оның бәрін ақтарып тастаймын, сондаймын. Сол үшін менің гардеробым всегда түрі осындай болып жатады. Менікі, мынада менікі. Короче, мына менің киімдерім бұл шаштан, мына жерде. Мен бірақ негізі басында жиналып тұрды, просто мен мұның бәрін шаштан для видео. Енді қазір оның бәрін мен жинайтын боламын. Достар, мен үйді жинайым деп айттым. Менің осы киімдерін мен бәрін аяқтайтын боламын, потому что мен өзімнің комнатымды және мама папамның комнатасын жинадым. Мына киімдердің бәрін жинап болған соң оны аяқтайтын боламын. Ол бүгінгі видеоны аяқтайтын боламын. Енді мынаны жинауға неше сағат, неше минут кетеді деп ойлайсыздар? Мен бір 10-15 минут кетеді деп ойлап отырмын. Және де оның бәрін видеоға түсіріп алатын боламын. Кеттік. Короче, түстерін бәрін жинап болдым. Уже шкафыма салып қойдым. Бәрі нормально болып тұр. Менің уже үйдегі уборкам бітті.
бітті. Еще ұяқтың бәрі күшті болып жиналып қалды. Бәрі әдемі тап-таза болды. Маған ұнап тұр. Және де достар, менің үйімдегі уборка бітті, және де менің видеом да бітті. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.